Запись. Так, демонстрация жасалды. Енді поделиться. Көрініп тұр ма сіздерге? Бір ауыз айта салыңыздар. Көбісіне көрінді деп. Сіздерге көрініп тұр ма? Алло, сіздерге көрініп тұр ма? Мен дауысым естіліп тұр ма? Саламатсыз ба? Иә, дауысыңыз естіліп тұр и көрініп тұр. Не ашылып тұр ғой, иә, қоспа есептер деген, иә? Иә, ашылып тұр. Аха. Болды, онда біз сабағымызды бастай берейік. Так, видеозапись жасалып тұр. Кеттік онда. Қоспа есептері негізі әр тақырыпта кездеседі, әр түрлі. Мен негізі мынандай үш формада деп қарастырып, негізі төртінші формада да бар. Қарапайым қоспа есептер, сосын параллель жүретін реакцияларға байланысты қоспа есептер, сосын құймаларға байланысты қоспа есептер, сосын ерітінділерге байланысты дегендей. Бұл қоспа есептердің түріне мән бермейміз. Жалпы оның берілісі қандай, соның назар аударамыз. Так, мен мына жерде мынаның түсін кішкене қызылға қойып алайын. Так, енді көлемі 5-6 литр көміршікл газын алу үшін қажет құрамында 5% қоспасы бар ізбес тастың массасы дейді. Бұл енді қарапайым қоспа есептер, әдетте 8-ші сыныптарда, 9-шы сыныптарда кездеседі. Енді ізбес тастың бірінші формуласын жазып алайық. Так, осыдан бізде көміршікл газы және кальций карбиді түзіледі. Кальций оксиді түзіледі. Енді бұл жерде айтып отыр 5,6 литр көміршікл газын дейді. Ондай болса біз жоғары жағына жазайық литрді. И астына мына жерде теңескен болса, теңдік белгісін қойып, астына 22,4 деп бір деп жаза берейік. Енді 5% қоспа бар дейді. Енді біз таза мынаны есептеп алайық, реакцияға түскен қанша екен. 200 грамм. Енді мынауда бізде массасын біз білеміз қалай есептеуде. 40 қосу 12 қосу 48. Сонда бізде 100 шығады. X тең крес әдісі арқылы 5,6 көбейту 100 22,4. Так, енді біз калкуляторды ашып бірден есептей берейік. 5,6. Так. Мына калкулятор қазір стрелка қойып екен. Жарайды, мен былай есептей берейін. Мына калкулятор кетпеді ғой. Міне есептеп жіберейік. Немесе қатысып отырсаңыздар бірден көмектесіп есептесіп жіберсеңіздер де болады. 5,6 көбейту 100 бөлу 22,4 25 шығып тұр. 25. 25 грамм шығып тұр. Енді қарасаңыздар, бұл мына жерде 5% қоспа болса, онда 95%, онда таза зат деген сөз. Ондай болса 95% бізде қанша грамм болып тұр? 25 грамм болса, онда пайызыңыз қанша деп есептей бересіз. Бұл жерде де 25 көбейту 5 тең бөлу 95 тең 1,31 дейді. Қай жерден қателестік біз? Бір жерден қателестік қой. Так, 5,6 көбейту 100. Так, 5,6 көбейту 100 тең бөлу 22,4. Так, 25 грамм дұрыс. 95 25 грамм болса, 5% қанша? Так, енді 25 көбейту 5 тең бөлу 95.
Так, бір бүтін отыз бір деп тұр. Енді 1,31-мен кете береді енді. Менде алдында қалай шешті екенбіз соны. Сандарда қателесіп кетті ма? Так, қазір шешу үлгісін көріп жіберейікші. Так, шешумен дегенді. Так, жарайды, осылай кете берсін болды. Негізгі үлгі осы бойынша шешіледі. Так, негізі осы бойынша шешіледі. Так, 95%, 25 грамм болса. Бол, тоқталмай-ақ кете берейік келесіге. Так, мынаны жоқ. Так, мынау не қылып? Так, келесі. Өшті ма сіздерде мынау? Көрініп тұр ма мынау? Мынау бізде иә менде апай көрініп тұр. мынау ары бері жылжып жатыр да. Что-то мен қазір иә қайтадан. мына астындағысы жылжып жатыр. Иә, негізі ондай болмау керек еді. Так, так, демонстрацияны қайтадан жасайықшы. Так, не үшін жылжымау керек болған? Бұл не үшін жылжып отыр? Түсінбей отырмын. Bir нәрсенің настройкасын, бір нәрсенің құрттым-ау деймін. Может, мынаны өшіріп тастаймын. Бұл не үшін жылжып отыр? Жылжымау керек еді. Ой, қызық. Бір қызықтар болып қалады арасында. Так. Так, мен қайтадан мынаны өшіріп, қайтадан не қылайыншы? Тоқтай тұр. Не сохранить. Так, қазір тұра тұрыңыздар. Мен қайтадан не жасап алайыншы? Қайтадан ашып алайын. Так, енді сіздерге поделить етейін. Так, зум ойда болып тұр. Енді көрініп тұр ғой, иә? Көрініп тұр ма қайтадан? Сіздерге көрініп тұр ма? иә Енді, иә апай көрініп тұр. енді ары бері жылжыды. Болды, кеттік. Так, енді массасы 4,9 грамм кальций хлоратынан 1,12 литр оттегі алынды. Енді кальций хлоратының формуласын жазайық. Так, оттегі алынды дейді. Оттек және кальций хлориді түзіледі. Бұл жерде енді теңестіріп жіберсек, мына жерге 2, мына жерге 3, мына жерге 2 қойылады. Так, 4,9, мына жерге жазып қояйық, 4,9 грамм деп. Оттегі алынды. Тұз құрамындағы қоспаның массалық үлесі. Тұз құрамындағы қоспаның. Енді қараңыздар, тұз бізде мынау болып тұр. Бұл жердегі бізде артық зат болып тұр ғой. Сонда сол қоспаның былайша айтқанда артық заттың үлесін сұрап тұр. Ондай болса біз мына жерде нақты массаны есептеп алайық. Так, мына жерде бірінші мынаның массасын есептеп алайық. Тез, так, массасын есептеп алайық. Так, 39 қосу 35-те 5 қосу 48 шығады. Так, 122-де 5. Так, мына жерде бізде литр деп алды. Сондықтан біз бұны 3 көбейту 22,4 дейміз. Енді кредис әдісі арқылы x-ті есептеп көрейік. Так, астына 67-де 2 келеді. Үстін 1 бөлек көбейтіп алайық, 122,5 көбейту 2 көбейту 1,12. Көбейткенде 274,4. Так, бұны бөлеміз 67-де 2-ге. Так, 4,08 болып тұр. Енді
Бізде басындағы қоспа 4,9 еді ғой, одан азайтамыз 4,08-ді. Сонда бізде 4,9-дан азайтамыз 4,08. 0,82. Бұл бізде артық зат былайша айтқанда қоспа болып табылады. Енді бізде сұраған неде? Қоспаның массалық үлесі. Ондай болса бізде осы артық қалған нені жалпы массаға бөліп көбейте саламыз 100%-ға. Так, 0,82 бөлу 4,9. Сонда 16-та 7% шығады екен. 16-та 7%. Так, бұл түсінікті деп ойлаймын. Түсіндіңіздер ғой, иә? Келесі кете берейік. Енді мына жерден кішкене орын қалдырайын. Так, алюминий мен темір. Енді біз бағана қарапайым қоспа есептері көбінде осындай болады. Мысалы, енді так, кешіріңіздер. Так, енді параллель жүретін химиялық реакциялармен байланысты қоспа есептері. Қазір ОБТ-да болсын, аттестациялау тестінде болсын, осы көптеп қолданылып жатыр. Бұл жүйе бойынша шешілетін есептер болады. Бұнда негізгі көзір зат мөлшерін аласыздар. Негізгі көзір зат мөлшері. Басындағы заттардың зат мөлшері, қандай да бір реакциядан кейінгі заттардың зат мөлшері, соны қарастырасыздар. Енді кеттік. Алюминий мен темірдің 11 грамм қоспасын. Так, берілген анамына демей бірден жаза берейін, иә? Так, алюминий және темір. Так, қоспасын дегеннен бұл екеуі 11 грамм болып тұр. Тұз қышқылмен әрекеттеседі. Бұл екеуі де тұз қышқылмен әрекеттеседі. Алюминий хлориді және H2. Теңестіріп жіберетін болсақ, мына жерде 6-ға жібереміз. 2, так, 3, мына жерде 2. Так, темірде де тұз қышқылмен әрекеттестіреміз. Сонда темір хлориді және H2 түзіледі. Теңестіріп жіберейік. Так, енді әрекеттескенде түзілген газ дейді. Бұл мына 8,96 деген бұл жалпы мұны екеуіне қажетті, екеуінің жалпы көлемдерінің қосындысы, иә? Енді мен сіздерге айттым, бұл зат мөлшерін көзірге аламыз деп. Сондықтан да мына жерде мынаны x деп қарастырайық. Енді қараңыздар, мына жерде 2, мынаны 2x деп қарастырмайық, біз былай істейік. 2 менен 3 қалай, мысалы, екеуінде 2-ге бөлетін болсақ, мынау 1 және 1,5 болады. Осыны алғанымыз кішкене дұрыс санда кішкене ықшамдасақ. Сондықтан мынаны x десек, онда мынау 1,5x былай айтқанда 1,5 есе көп деген сөз. Енді темірдікін y деп алайық. Ондай болса, мына 1 мол, 1 мол, мынада 1 мол болады. Енді қараңыз, мына екеуінің көлемі мұнша болса, біз зат мөлшерін есептеп алайық, өйткені екеуінің ортақ зат мөлшері қанша екен. 8,96-ны 22,4-ге бөлетін болсақ, 8,96 бөлу 22,4, 0,4 болады. Бұл екеуіне ортақ. Сондықтан да біз жүйе құрғанда осыны аламыз. 1,5x қосу y тең 0,4 мол деп. Енді мына жақта да тоже x пен байланысты жасауымыз керек. Енді бұлар бұл жерде масса болып тұр. Енді массаны біз екеуінің қосының массасына бөле алмаймыз. Жеке-жеке массасын қарастырамыз. Мына алюминийдің массасын есептеу үшін бізге зат мөлшеріне мына алюминийдің массасын көбейтеміз. Өйткені білесіздер, масса тең зат мөлшер көбейту малярлық масса, немесе атомный масса деген сөз. Сондықтан біз мына жерде 27,56-ны есепке аламыз. Сонда 27x қосу 56y тең 11 грамм болады. Мынаның массасы қосамыз, мынаның массасы. Так, енді біз теңдеуімізді құрып алдық. Теңдеуімізді нөмірлемес бұрын біз ойланайық. Енді мынаның біреуін жоқ қылуымыз керек қой, x-тің біреуін, y-тің біреуін. Қарасаңыздар, енді мынау кішкене қиындау, 5-7, соңы 5-7 мен аяқталған қиындау болады. Мына y-ті кішкене не қылайық, ықшамдайық. Ол үшін біз мынандай бірдей сан көбейтейік. Да, осы теңдеуді мына жерге жазайық.
мінекей мына бірінші теңдеу, мынаны екінші теңдеу деп қойдық. Бірінші теңдеуді есептеп мына жерге жазайық. Сонда мына 56-ны біз жеке бәріне көбейтеміз. 1,5 көбейту 56, мына жерде 84 қосу 56 y тең. Так, 0,4 көбейту 56 тең 22,4. Көбейтулердің бәрі дұрыс па? Қарай отырыңыздар. Так, енді қарасаңыздар, мына екеу теңестен бір-бірінен алу керек қой, жоғарыдан төмен или төменнен жоғары. Қарасаңыздар, мына жақ сан кішкене үлкендеу, сондықтан біз мынадан мынаны аламыз, осы санды мына жерге жазамыз. Мысалы, мына жерде бірінші теңдеу ғой, енді түрлендірген. Сондықтан мынадан мынаны азайтамыз. Бәрін алып тастаймыз. Так, 84-тен 27-ні азайтамыз. Сонда 57. Мынау уже жоқ болып кетеді. Біз бұны жазбаймыз да, бірден мынаған кетеміз. Мынаны азайтамыз. 22,4-тен 11-ді азайтсақ, 11-де 4 шығады. Так, енді x-ті есептеп алайық. Бөлу 57. 0,2. 0,2. Енді бұл бізде мынау тұрған алюминийдікі. Жерге алюминий деп жазып қояйық. Енді сұраған несі бізде? Сұраған қоспаның құрамын анықтаңдар дейді. Бізде алюминийдің де массасын тап, темірдің де массасын тап деп отыр. Енді қоспадағы әр элементтің үлесі болса, онда сол тапқан массаны 11-ге бөліп есептей береміз. Кеттік. Енді массасын алюминийдің есептей салайық. 0,2 көбейту 27 тең 5,4. Ондай болса, темірдің массасы бағанағы 11-ден азайта саламыз. 5,4-ті. 5,6 шығады. Енді кейбір есепте үлесі деп қарастырады. Ол кезде біз бағана тапқан санды апарамызды 11-ге бөліп 100-ге көбейте саламыз. Так, енді келесі есепті қарастыра берейік. Так, бізде свет нашар болды дейді. Жарайды, запись жүріп жатыр, асықпай қосыла берер. Запись көремін дейді. Жарайды. Кете бердік. Енді запись көремін деп тағы бір кісі айтып қойыпты. Жарайды, біз кете бердік. Так, көміртек пен кремнийдің 5,2 қоспасы берілген. Қоспаны толық жағуға 672 оттек жұмсалды. Қоспада кремний мен көміртектің массалы үлесі қандай дейді? Так, көміртек пен бізде кремний дейді. Екеуінікі 5,2 грамм. Толық жағуға дейді, енді оттегімен қосып жағамыз. С2. Так, кремний O2. Так, енді бұл жерде реакциядан кейінгі заттар емес, реакцияға дейінгі реагент оттегін қарастырған. Бұның жалпы көлемі 6,72 литр. Енді біз жоғарыдағыдай бірдей не жасаймыз, жүйе құрамыз. Жүйе құру үшін бізге зат мөлшерін есептеуіміз керек. Так, барлығы 1 мол болғандықтан жерге x мол қарастырайық. Жерге y мол. Ондай болса оттегі де x мол. Оттегінікі де екінші оттегінікі y болады. Енді мына жерден біз зат мөлшерін тауып алайық. Жалпы зат мөлшерін. Так, 6,72 бөлу 22,4 0,3. Енді жүйе құрайық. Біз мынадан бастай берейік. Ондай болса оттектің бірінші және түзілген реакцияға қатысқан бірінші және екінші оттектердің қосындысының зат мөлшері 0,3 молға тең. Енді мына жерде біз
грамм масса. Ондай болса, біз мынаның массасын аламыз. Оның массасы дегеніміз 12х деген сөз. Өйткені масса тең зат мөлшері көбейту малярлық масса. Сол бойынша 12х қосу 24 па? Жоқ, 28. 28 y тең 5/2 грамм. Енді біз бағанағыдай бірдей неге қарастырайық. Мына жағын 12-ге көбейтіп жүрейік. Сонда 12х, оны көбейтіп мына жерге жазып жүрейік. Осы 12y тең, мынаны көбейтетін болсақ 3/6. Так, енді мынаны екеуін қарастырайық. Мына бірінші теңдеу, мына бізде екінші теңдеу. Енді қайсының мәні көп? Бізде екінші теңдеудің мәні көп. Ондай болса, 2-ден біз 1-ді азайтамыз. 28-ден 12-ні азайтсақ, 16y тең. Мына жерде 5/2-ден азайтамыз 3/6-ны. 1/6y тең 0/1 болады. Енді 0/1 шықты. Бізде бұл кремнийдікі. Енді не сұрады? Біз қоспада кремний мен күкірттің массалы үлестері. Кремнийдің массасын таба салайық. 0/1 көбейту 28, 2/8. Енді кремнийдің массалық үлесін табатын болсақ, бағанағы 2/8-ді 5/2-ге бөліп 100-ге көбейтеміз. Так, 2/8 бөлу 5/2 тең 53. 53-те 8%. Енді біз бағанағы алюминийдік көміртектікін табу үшін 100-ден азайтамыз 53-те 8%. Сонда так, 100 азайту 53-те 8, 46-да 2% шықты. Так, түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі, бізде параллель жүрмейтін қоспа есептер. Так, енді хромиум мыс тұратын қоспаны ыстық концентрді күкірт қышқылмен өңдегенде көлемі 6,72 литр қалыпты жағдай газ бөлінді. Қоспаның дәл осындай массасын сұйытылған тұз қышқылмен өңдегенде көлемі 22,69 литр газ бөлінді дейді. Қоспадағы хромның массалы үлесі дейді. Бұл жерде біз білуіміз керек, мына жерде ыстық күкірт қышқылы. Ыстық күкірт қышқылында бізде мыс әрекеттесе ме, хром әрекеттесе ме? Бізде хром әдетте бұл орташа белсенді металл болғандықтан бұл сыртына оксид түзетті, әрекеттеспейді. Сондықтан да біз мысты бірден әрекеттестіреміз күкірт қышқылменен. Так, бұл жерде концентрлі болғандықтан бізде мыс сульфаты, жоқ, сульфаты SO2 және су түзіледі. Так, мына жерге 2-ні қояйық, мына жерге 2-ні қояйық. Так, 8 теңесті. Енді біз газ бөлінді деп ады. Мына жерге газ бөлінді дейді. 6,72 литр газ бөлінді. Так, енді біз өшерден біз мыстың массасын тауып алайық. 22,4 литр. Жерде x грамм, жерде 64 деп алайық. 64 x тең. Так, 6,72 көбейту 64 тең бөлу 22,4. Сонда 19-да 2 мыс болды. Енді біз қоспаның дәл осындай массасын сұйытылған тұз қышқылмен өңдегенде дейді. Енді хром тұз қышқылмен әрекеттескенде хром хлор 3 және H2 түзіледі. Жерге 6, жерге 2, жерге 3-ті қояйық. Так, жерге 2 кетеді. Так, массасын сұйытылған тұз қышқылмен өңдегенде
көлемі 22,69 дейді. Мынаны алайық. 22,69 екен, түзілген газ осы. Басына 3 көбейту 22,4. Мына жерде x, мына жерде 2. Енді хромның массасын қазір қарастырайық. Так, қалай қарастырамыз? Тақтай тұр. Так, хром бізде 52. Хромның массасы 52. Так, 52. Так, сонымен біз жерде біз есептейміз. Бізде 67-те 2 шығады. Так, 22-де 69 көбейту 2 көбейту 52. Оны бөлеміз 67-те 2. Сонда 35-те 1 грамм. 1 грамм бұл жерде бізде хром. Хром. Енді бұл айтады, қоспада хром массалы үлес. Енді біз жалпы массаны есептеп алайық. Жалпы мынау хромның массасы болды, мынау мыстың массасы болды. Енді біз 35-те 1 қосу 19-да 2 тең. 9-да 2 тең 54. 54-те 3. Енді үлесі хромның бағанағы массаны 35-те 1-ді 54-те 3-ке бөлеміз. Так, 35-те 1 бөлу 35-те 1 бөлу 54-те 3. Так, сонда бізде 64-те 6, ұлашқанда 65% шықты деген сөз. Мінекей дұрыс жауап. Келесі түсінікті болды деп ойлаймын. Келесіне кеттік. Так, сутек пен оттектен тұратын газ қоспасының сутекпен салыстырғандағы тығыздығы 14-те 5-ке тең газдың көлемдік құрылымы дейді, осы ретпен дейді. Бұл енді Крейс әдісімен шешкен, болған кішкене оңайырақ болып табылады. Крейс әдісі осындай бір екі газ туралы қоспа есептерде көп жақсы есептеледі. Так, енді сутекпен салыстырғанда деп тұр, онда біз бірінші маляр массасын, осы ненің жалпы қоспаның массасын есептеп алайық. Так, 2 көбейту 14-те 5 тең. Так, калькулятормен есептеп жіберейік. Так, 14-те 5 көбейту 2. 29. Мына жерде 29 шықты. Енді қарайық, сутек пен оттек деп тұр. Так, сутек пен оттек. Так, сутектің массасы 2, оттектің массасы 32. Енді 29 деп былай қарастырайық. Енді 32-ден 29-ды азайтайық. 32-ден азайтамыз 29-ды 3. Разница 29-дан 2-ні алсаңыз 27 разница болып тұр. 27 разница. Енді газдардың көлемдік құрылысын есептеңіз дейді. Енді бұл екеуін қосайық. Қосқанда бізде қанша болады? 30 болады. Енді көлемдік құрылысын есептейік дейді. Енді қараңыз, бағанағы 3-ті 30-ға бөлейік. Қанша болады?
Үшті 30-ға бөлсек, 3/30 тең 10. 100-ге көбейтсек 10% болады. Сосын бағанағы 27-ні 30-ға бөлсек, онда ол бізде 90% болайын деп тұр. Сонда мынау есеп дұрыс деген сөз, екінікі. Так, енді мынандай есептеп тастайық, сол өзінде жұмыс қалсын. Так, берілген қоспадағы газдардың молекула саны бірдей, қоспаның тығыздығы. Енді тығыздық дегеніміз не? Тығыздық дегеніміз ол массаның көлемге қатынасы. Енді қарайтын болсақ, бізде масса, бұл малярлық масса, мыналардың массасын қарастырып отыр. Мына жерде 17 қосамыз 32 қосамыз 12 16. Бәрін қосып жіберейік. 17 қосу 32 қосу 16 тең 65. Жоғары жақ бізде 65 болып тұр. Енді молекула саны бірдей болса, олардың зат мөлшері бірдей, олардың көлемі бірдей деген сөз. Онда әрбірінің көлемі 22/4 деген сөз. 22/4-ті біз 3 еселейміз, өйткені 3 түрлі газ ғой. Сонда 67/2. Енді 65 бөлу 67/2. Сонда 0,967 шықты. Так, бізде зумның уақыты аяқтап қалды. Енді тағы осы зум ссылкасымен кірсек, қазір шығынды бастаймыз. Сосын 140-тың тест талдаулары болады. Так, бізде қазір тағы уақыт бар екен кішкене. Жасай берсе қайтеді кішкене. 3-4 минут аяқтап тастаймыз. Так, өнім шығымы теориялық мүмкіндік 75% құрайтын болса дейді. Енді жалпы шығынды айтайықшы балдар. Шығынды былай да белгілеймін, мен былай да белгілеймін. Енді ол әркім әртүрлі белгілейді. Бірақ негізі осы кітапта осылай белгіленген. Бұл деген сөз масса практиканың масса теорияға қатынасы. Немесе көлем практиканың көлем теорияға қатынасы деп түсінсеңіздер болады. Әсіресе осы теорияны біз 100% деп аламыз. Масса осын, нені болсын 100% деп аламыз. Соны көзірге тұтсақ, есеп тезірек шығады. Енді шығын бізде 75%, бұны қоя тұрамыз. Тұз қышқылының артық мөлшері 5/4 алюминий әрекеттескенде бөлінетін сутектің көлемі дейді. Алюминий тұз қышқылымен әрекеттесті. Алюминий хлориді және сутек газы. Теңестіріп жүрейік. 6, 2, 3. Дұрыс па? 2. Так, 5/4 грамм. Алюминий әрекеттескенде бөлінетін сутек газы. Бірінші сутектің теориясын есептеп алайық. Так, мынаны біз енді реакция теңдеу бойынша алғандан кейін 2/27 деп аламыз. Бұл деген сөз 54. Былай айтқанда мынауыңыз 0,1 деп есептеген сөз ғой. Так, 3/7,4. Бұл деген сөз 67/2. Енді ары қарай мынаны қысқартып жіберсек те болады, негізі 0,1. 0,1 мен мынаны көбейтетін болсақ, мынаның өзі шығады. Бірақ бір орын, екі орын мына жерден жібереміз. Енді бұл деген сөз, бұл 100% деген сөз. Бұл екен теория ғой. Ал енді практикасы 75% X деп есептей берсек болады. Так, қазір есептеп жүрейік. 6,72 көбейту 75 бөлу 100. 5,04 литр шығып тұр. Бұл жерде шығын дегенде теория 100 деп есептей бересіздер ғой, сол арқылы шығара берсеңіздер болады. Так, 5 минут өзгердік қазір. Кальций оксидінің 0,05 молын сумен әрекеттестіріп алынған сілтіге көміршікл газын жібергенде шығымы 80% болса, алынған тұнбаның массасы. Бізде енді шығын әр сатыда деген жоқ, бізде соңын ғана қарастырып отыр, сондықтан соңында қолданамыз. Кальций оксиді сумен әрекеттестірейік. Кальций гидроксид түзіледі. Так, мына жерде бәрі 1,1 болғандықтан, мынада 0,5 мол, мынада 0,5 мол деп қарастыра береміз. Кальций гидроксиді
Енді алынған сілтіге көмірқышқыл газын, мына сапалық реакцияны айтып жатыр екен ғой. Так, енді бұл жерде неге мынау түзіледі, кальций карбиді және су. Так, реакция тең ба? Реакция тең, реакция тең. Енді мына жерде бізде 0,5 мол болса, бәрі 1 мол болғандықтан мынаны да 0,05 мол деп қарастырамыз. Енді массасын тауып алайық. 0,05-ті 100-ге көбейтеміз, сонда бізде 5 грамм шығады. Дұрыс қой, 5 грамм шығады. Енді 5 грамм бізде ол 100% деп есептейміз, сонда 80% бізде практикасын сұрап отыр ғой, сонда қанша деп. Енді 5 көбейту 80 бөлу 100. Онда 4 грамм. 4 грамм. Так, біз енді шығынды түсіндік деп ойлаймын. Так, енді кішкене не қылып жіберейін, сілтеме өзіндік жұмысқа. Массасы 10 килограмм натрий гидроксидін кремний оксидімен әрекеттестіргенде натрий силикаты, ал натрий силикатын теориялық мүмкіндікпен салыстырғанда. Мына жерде теориялықты сұрап отыр сізде. Теория болса, онда сіз алынғаныңызды есептейсіз. Мысалы, натрий гидроксиді есептеп жүрейік. Натрий гидроксиді қосылған кремний оксиді, натрий силикаты. Так, мына жерде 10 грамм, 10 килограмм, бәрінде килограмм екен. Мынау бізде практика болып есептеледі. Так, сіз теориясын есептеп аласыз да, сосын барып шығынды есептей саласыз. Мына тапқан массаңызды мына жерде, мына молекулалық массалардың астына жазасыз да, мысалы 40 деп мынаны есептеп. Сол тапқан нені, шығын дейін бағанағы массаны астына жазып, шығынды есептей бересіз. Так, болды, енді қайталай кірейік та, сосын 140-тың дайындап қойған тест сұрақтарын талдайық. Қалған енді есептеп группаға жібересіздер. Так.